Баршаңызға сәлем достар, Келінка Майра Құлан парақшасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, әрі 5 минутта дайын болатын пирог дайындап үйренеміз. Бізге керекті заттар жұмыртқа, айран, май, разрыхлитель, құмшекер және де ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды табағымызға салып аламыз. Миксерлеп аламыз. Үстіне құмшекерімізді салып, әппақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Болмаса маргарин пайдалануларыңызға болады. Және де айранымызды құямыз. Араластырамыз. Дайын болған массамызға ұнымызды салатын боламыз. Ең алдымен разрыхлительді ұнға араластырып, 3 немесе 4 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Біздің тестамыз дайын болды. Енді кез келген қалыпты алып, өсімдік маймен майлап аламыз. 180 градус қызып тұрған духовкамызда 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскен-піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен анықтайтын боламыз. Құрғақ болса, яғни пісті деген сөз. Енді қалыпынан ажыратып, жақсылап суытатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз суыды, өте жұмсақ болды. Енді кесетін боламыз. Біздің пирогымыз өте жұмсақ, сондай воздушный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған құландық келін Майра.